Ах. Так, берілген зат массасы 3 килограммдық дене жер бетінен 5 метр биіктікте орналасқан, және ол дене еркін құлап жатқан құлау процесіне енеді. Енді жер бетіне 3 метр биіктікте бұл дененің кинетикалық энергиясы нешеге тең дейді. Бұл есепті шығару үшін біз механикалық сақталу заңына қайтып келейік. Енді бастапқы нүктедегі бүкіл энергияның қосындысы, ол потенциалдық және кинетикалық энергиясының қосындысы тең екінші нүктедегі потенциалдық және кинетикалық энергиясына қосындысына тең. Енді бұл жерде ең бастапқы кинетикалық энергиясы, ол бастапқы жылдамдығы еркін құлаған үшін бастапқы жылдамдығы әрине нольға тең. Ол себептен бастапқы энергия кинетикалық нольға тең. Осы себептен бұл жерде 0 жасақ болады. Енді бізге белгісіз зат болып отқан К2, ол кинетикалық екінші энергия десек, мынау нүктедегі. Мынау бірінші нүкте, мынау екінші нүкте. Енді К2-ні табу үшін біз П1-ден П2-ні аламыз. Осы жерден мысалы, мынау дененің потенциалдық энергиясы формула бойынша mg үлкен h болса, екінші нүктеде mg кішкентай h. Енді бұл жерден mg-ді сыртқа шығаратын болсақ, h минус h береді бізге кинетикалық энергияның мөлшерін береді. Енді сандарды осы есептің формуласына қойсақ, 3 килограмм көбейтілген 10 көбейтілген 5 минус 3 береді бізге 32-60 джоуль. Жауабы С. Құттықтаймыз.